Қайырлы күн! Бүгінгі қарастыратын модуліміз диплом жұмыстарының баптаулары. Ол үшін қосымша бөлімінен жүйенің баптаулары бөлімін таңдаймыз. Және де бұл бөлімде диплом және де транскрипт баптаулары бөліміне өтеміз. Бұл бөлімде келесі баптаулар қарастырылған. Студенттер үшін диплом басып шығаруды рұқсат ету, яғни қызметкерлерге диплом басып шығаруға рұқсат берсек, иә мәнін көрсетеміз. Келесі, қайтадан тіркеу жағдайында транскриптте пәндерді автоматты түрде жою. Қандай да бір пәнге білім алушы қайта тіркелу барысында алдыңғы пәнді транскриптен жою қарастырылған жағдайда біз иә мәнін қоямыз. Сәйкесінше ол пән білім алушының транскриптінен жойылады және де кредиттерді есептеу барысында есепке алынбайтын болады. Келесі, диплом бойынша мамандандыруды қосу, яғни білім алушылардың дипломын шығару барысында оның мамандығын көрсету. Келесі, дәстүрлі бағаны сандық форматта көрсету. Диплом қосымшасын шығару барысында дәстүрлі бағаның сандық форматын шығару қарастырылған жағдайда өзімізге қажетті мәнді көрсетеміз, яғни ол барлығында, яғни алдыңғы және артқы бетінде, немесе тек артқы бетінде көрсету, немесе алдыңғы бетінде, немесе егер қолданбайтын болсақ жоқ мәнін көрсетеміз. Келесі, кредиттер санын қорытынды аттестацияның кредитін есепке алып көрсету. Яғни білім алушылардың дипломға қосымша құжатында кредиттерді көрсету барысында қорытынды аттестацияның кредитін есепке алу қарастырылған жағдайда иә мәнін көрсетеміз. Келесі, кредиттерді есептеуде тәжірибелердің кредиттерін есепке алу. Бұл жерге де өзімізге қажетті мәнді орнатамыз. Келесі, бағаларды бейнелеу түрі. Яғни бұл жерде бізде келесі түрлер қарастырылған, өзімізге қажеттісін таңдаймыз, яғни қандай таңба бойынша бағалар бейнелену керек, ол үтір арқылы немесе нүкте арқылы өзімізге қажеттісін көрсетеміз. Келесі, диплом қосымшасын шығару барысында тәжірибе түрлерін біріктіру. Яғни білім алушының дипломға қосымшасында атауы бірдей, яғни бірдей тәжірибе түрлері болған жағдайда, ол тәжірибелерді біріктіру қарастырылған жағдайда біз иә мәнін көрсетеміз. Ал егерде әр практика жеке-жеке қарастырылу керек жағдайда жоқ мәнін көрсетеміз. Келесі, транскриптті шығару барысында білім алушының мамандығын бейнелеу. Баптаудың келесі түрі транскриптті шығару барысында пәннің оқылған тілін көрсету. Яғни пән қандай да бір тілде оқылған жағдайда соны көрсетуімізге болады. Егерде көрсететін болсақ иә дейміз, егерде пәннің оқылу тілі көрсетілу керек емес жағдайда жоқ, немесе тек қана шет тілдері үшін көрсетілу жағдайында тек шет тілдері үшін, яғни өзімізге қажетті мәнді қоямыз. Баптаудың келесі түрі ол диплом баспасында айды септікте көрсету. Яғни дипломды шығару барысында ай аты қандай септікте көрсетілу керек, тізімнен сол септікті таңдаймыз. Келесі, теориялық оқу қарастырылған бақылау формасы мемлекеттік емтихан болып табылатын пәнді білім алушылардың дипломға қосымша құжатында артқы бетте көрсету. Яғни пәндердің арасында көрсетілу қажет жағдайда иә мәнін таңдаймыз, ал егер тек қана дипломға қосымшаның бірінші алғашқы бетінде ғана бейнелену қарастырылған жағдайда жоқ мәнін көрсетеміз. Келесі, теориялық оқыту қарастырылған мемлекеттік емтихан нысаны бар пән үшін мемлекеттік емтихан жазбасын көрсету. Яғни транскрипттерде және де дипломға қосымшада мемлекеттік емтихан деген мән көрсетілу керек жағдайда пәннің қасында иә мәнін көрсетеміз. Келесі, кредиттері қарастырылмаған пәндердің кодын көрсету. Бұл жерге де өзімізге қажетті мәнді таңдаймыз. Келесі, бағалауы сынақ болып табылатын бағаны дипломға қосымшада дәстүрлі бағанында көрсету. Яғни егер де сіздің жоғары оқу орнында сынақ бақылау түрі бойынша пәндер қарастырылған жағдайда иә мәнін көрсететін боласыздар. Келесі, барлық ғылыми зерттеу жұмыстарын транскриптті шығаруда біріктіру. Яғни бұл бізде магистранттардың ғылыми зерттеу жұмыстары және де докторанттардың ғылыми зерттеу жұмыстары дипломға қосымша құжаттарын шығару барысында ғылыми зерттеу жұмыстарын біріктіру керек жағдайда иә мәнін белгілейміз. Келесі, транскрипттің нұсқаларында тілдік пәндер бойынша тілді меңгерген біліктілігін көрсету. Яғни шет тілдері бойынша тілдік деңгейді меңгеру мәнін көрсету қажет жағдайда иә мәнін көрсетеміз. Келесі, диплом қосымшасында тілдік біліктілікті деңгейін енгізу, яғни тілдік пәндер үшін көрсету. Баптауымыздың келесі түрі студенттерге өшірілген пәндерді көруге рұқсат беру. Яғни транскриптте өшірілген пәндерін студенттерге көруге рұқсат берсек,
керек иә мәнін қолданамыз. Келесі оқу пәндерінің жалпы тізімінде диплом қосымшасында қайталанатын пәндерді көрсетіңіз. Бұл жерге де біз өзімізге қажетті мәнді орнатамыз. Келесі баптау ол диплом қосымшасында қосымша оқылатын пәндерді шығару. Яғни оқу жоспарынан тыс қандай да бір қосымша оқылған пәндері болған жағдайда оны диплом қосымшасына шығаруға рұқсат беру. Осымен жүйенің тұтынушы интерфейсінде диплом және де транскрипт баптауларына арналған сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.